Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Қарағанды қаласы химия биология бағытына Назарбаев зияткерлік мектебінің ағылшын тілі мұғалімі Капитан Асхатович. Мен үздік тәжірибелер тамыз кеңесінде ұсынып отырған тақырып Padlet онлайн платформасын оқу үдерісінде қосымша методикалық құралдар ретінде тиімді қолдану. Енді Padlet онлайн платформасы барлық білеміз, ол онлайн тақта. Сондықтан да мен оны қолдану аясын осы семинарда екі бөліп. Ол біріншіден оқу үдерісінен тиімді қолдану. Мен ол жерде өзімнің онлайн сабағымнан, қашықтықтан өткен сабағымнан қысқаша үзінді көрсетемін, қалай қолданылғанын. Одан кейін оқу үдерісінде қолдану үшін ұсыныстар беремін. Алдымен Padlet онлайн платформасы ол оқушылардың бойында келесі дағдыларды дамытуға септігін тигізеді. Неліктен грамматика болса? Біз білеміз, қашықтан оқуда балалардың көбісі дәптерлерін қолданбайды, немесе жазбайды. Онлайн тақтада Padlet'те оқушылар сол грамматикалық құрылымдарды пысықтап бекіте алады. Сол жерде өздерінің сөйлемдерін құрай отырып, грамматикалық құрылымдарын көрсете алады. Және ол жерде біз олардың мұғалім ретінде олардың жазғандарын көре аламыз. Және қателіктер болса түзетіп, немесе толықтыра аламыз. Және басқа да сыныптастары оны көре алады. Сол жағынан ыңғайлы. Сөздік қор. Жаңа тақырып бойынша сөздер өткен кезде сол жаңа сөздерді қолдану арқылы сөйлемдер құрай алады, немесе қысқаша бір мәтін сияқты. Мысалы, әңгімелеу болса, біз оқушыларға айта аламыз өздерінің әңгімелерін қысқаша бір мәтін ретінде. Сосын соған тірек сөздер арқылы, сол арқылы әңгімелеу деген сияқты. Бұл жерде айтылым дағдысы да дамиды, және жазылым да дамиды. Енді ең маңызды ол жазылым дағдысы. Жиынтық бағалау ішіндегі бір біліктердің бірі жазылым. Жазылым дағдысында бізде бірнеше эссе түрлері бар. Сол эсселердің құрылымдарын, жазылу дұрыстығын біз жұптық жұмыста немесе топтық жұмыста оқушыларға бере аламыз, түсіндіргеннен кейін олар сол онлайн тақтада жұптық жұмыс немесе топтық жұмыста қалайша түсінгендерін көрсете алады. Мысалы, біріншіден құрылым арқылы тірек сөздер деген сияқты. Одан кейін қысқаша мәтіндер кіріспеге, негізгі бөлімдегі қорытындыға. Сосын оларды бір-біріне жалғау, байланыстыру кезінде шылаулар қолдану, linking words дейді. Соларды қолдану. Енді сол бірін-бірі бағалау, немесе кері байланыс беру. Бағана айтып немесе жұптық, немесе топтық жұмыста оқушылар жазғандарын саралайды. Саралаған кезде, мысалы, бір-біріне айтады. Мүмкін былай жазамыз, мүмкін былай жазамыз. Немесе түсіндіргені бойынша былай, және де олар ұсыныс ретінде былай қосымша тағы жазылады. Бұл жерде мұғалімнің рөлі фасилитатор ретінде. Сыныптағы мұғалім сияқты емес, әр әріпті, әр сөзді балаға түсіндіріп, нақты бағыт-бағдар, ереже, құрылым. Сол үшеуін қоса отырып, оқушылар өздерінің өнімін шығарады. Мысалы, жазады, эссе жазады, немесе қысқаша мәтін жазады, баяндама, мазмұндама деген сияқты сондайлар жазады. Ал енді бұл жерде оқу үдерісіне тиімді қолданудың көрінісі. Ең бірінші көріп отқандай, мен әр оқушыға бірін-бірі бағалай алатын парақ бердім, Word документ ретінде. Бұл жерде дескрипторларында барлығы жазылған. Соларды түсіндірдім. Одан кейін оларды breakout жұмысқа бөлдім. Breakout жұмысқа бөлгеннен кейін олар
онлайн платформаға көшті, Padletке. Сол жерде жұмыстарын бастады. Одан кейін өздерінің ойларын айтты. Енді видеоны көрелік. And of course, don't forget to write the name of the student who you are assessing. For example, Mansur is assessing Ulukbek and Mansur is writing Ulukbek, okay? Ulukbek, and you write plus, minus for the descriptor, and after that you just tick the thing, the level which is suitable for your student, for your pair, and after that you can write some comments at the end of his essay, okay? Your breakout room, first room, Mansur Ulukbek. Don't forget to record your meeting. Okay, you can go. Switch to So we just join our breakout rooms and then discuss your essays. Yes, according to criteria. You just we pass them in Padlet and then discuss together in breakout room. Yes. Okay. And if you check something, do not delete it, just highlight it. Okay, so guys, can you share your thoughts about this activity on Padlet? Is that effective to assess one another in that way? Also seeing other different essays? Yes, I guess. Because you can see other examples and take something from these essays. For example, I really like Ulukbek's and Sanjar's essays, and I like how they write introduction, and it's really, I think, useful. Thank you. Kanish? I agree with Kanish. It's very convenient to leave feedback in comments and also to observe some other essays where you can also choose the best examples and keep that in mind, maybe. Okay. You can get new ideas, yes? Yes. And of course, Видеода көрсетілгендей, оқушыларға платформада жұмыс істеу қиындық тудырмады. Керісінше, оларға платформада жұмыс істеу өте ыңғайлы болды. Олардың ойларындай естіген боларсыздар. Оқушылар жұрттардың жұмыстарын тексеріп, өз бағаларын, пікірлері мен ұсыныстарын қалдырды. Әр эссенің астында, мысалы, жұлдызша бойынша 1-ден 5-ке дейін бағалау, одан кейін пікір қалдыру керек. Пікір ол жаңа кері байланыс. Әрине кері байланыс дескриптор бойынша жүргізіледі. Бұл демек платформада жұмыс істеу, олардың көңілдерінен шықты десек болады. Енді келесі ол онлайн платформасының методика қолдану аясы. Мен оны екі үлкен блокқа бөлдім. Ол бірінші критериалды бағалау, екіншісі рефлексия, кері байланыс. Критериалды бағалаудың өзі білеміз екіге бөлінеді. Ол қалыптастырушы бағалау, сабақ барысында жүргізілетін, және де жиынтық бағалау. Бөлім бойынша немесе 90 бойынша. Қалыптастырушы бағалау. Ең басында біз тоқталып кеткенбіз, оған ол грамматикалық тақырыптарды бекіту, жаңа сөздерді бекіту, эссе түрлерін практика жүзінде бекіту. Бұл өте маңызды білеміз. Өйткені жиынтық бағалауда бізде тілдерде ол жазылым бар. Қазақ тілінде де, орыс тілінде, ағылшын тілінде де. Үшеуінде де жазылым бар, және сондықтан да эссе түрлерін практика жүзінде бекіту ол өте маңызды. Және бекіту ретінде бұл жерде ол грамматикалық тақырыптарды дұрыс қолдану, құрылымдарды, жаңа сөздерді дұрыс қолдану, байланыстырушы сөздер, мысалы, шылаулар, linking words. Енді сол қалыптастырушы бағалау деңгейінде бекітілген барлық материалдарды жиынтық бағалаулар кезінде нәтижелі көрсету. Басты мақсат онлайн платформасында осы нәтижелі
жиынтық бағалау. Келесі блок ол рефлексия, кері байланыс. Мен онда екі бөлімге бөлдім, ол оқушыларға, мұғалімдерге. Оқушыларға мұғалім берген дескриптор негізінде өзін-өзі немесе сыныптастарын бағалай алады. Демек ол дескрипторды түсіне алады, және де не қажет екенін жаза алады. Және де эссе жазған кезде ең бастысы ол қай эссе түрін жаза алатынын түсінеді. Өйткені дескрипторда ол көрсетіледі. Енді берілген материалдардың меңгеру деңгейін анықтай алады. Өзін-өзі бағалау кезінде, егер жұптық болсын, топтық болсын, олар peer assessment sheet, өзін-өзі бағалау, бірін-бірі бағалау парағында бір-біріне плюс немесе минус қою арқылы дұрысы бұрыс екенін анықтайды. Сол арқылы бір-біріне пікір немесе ұсыныс айтады, кері байланыс. Мұғалімдерге тәжірибе алмасу кезінде білеміз, ең бастысы бізге кері байланыс алу. Бір әріптестерімізден. Кері байланыс көп жағдайда ауызша түрде болады, немесе онлайн түрде, немесе жазбаша, егер де офлайн болса. Қашықтан болғанда міндетті түрде белгілі бір платформа арқылы. Мен бұл жерде де кері байланыс алуға Padlet онлайн платформасын қолдануды ұсынамын. Артықшылығы, мысалға Google Docs пен Microsoft Forms'та ол ссылкаға өту керек, өзінің электронды поштасын жазу керек, барлық данныйларын жазу керек. Одан кейін, мысалы Microsoft Forms'та біз сұрақтар құрамыз, сол сұрақтарға жауап беру керек. Ал енді Padlet онлайн платформасын алатын болсақ, бұл жерде автономдылық, бағана айтып кеткендей, әр мұғалім, әр адам кері байланыс жазу керек екенін түсінеді. Және де сіз оны онлайн тақтаны экранмен бөлісе аласыз да, көрсетіп мысалға. Өз ойларыңызды бөлісе кетсеңіздер деп. Сол кезде әр мұғалім өзінің ойын жазады. Сол арқылы сіз жақсы жағын, сіздің семинарыңыз, вебинарыңыз қалай өткенін бағалай аласыз, өзін-өзіңізді бағалай аласыз. Сол жағынан мен тиімді деп ойлаймын. Егер осы Padlet платформасын біз методикалық құрал ретінде алатын болсақ, бұл біздің оқу үдерісімізді жеңілдетеді деген ойдамын. Мен толықтай сенемін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.